Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен пломбир кремді өте керемет медовый, яғни балды торттың рецептімен бөлісемін. Ол үшін ең алдымен жақсы сапалы балдан 100 граммды алып, осылай водяная баняға салып, толықтай ерігенше күтеміз. Дәл осылай міне сұйықтықта еруі тиіс, және бұның үстіне 7 граммдай ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. Сода мен осы бал екеуінің арасында реакция болады, яғни көпіршіктеніп, көлемі ұлғайып, және кішкене қоңырқай түске енеді. Соған дейін жақсылап араластырып тұрамыз, және осы сумен таба бір-біріне тимеуі керек. Шамамен 5-10 минуттай уақыт кетеді. Одан соң газ отымыздан түсіреміз. Оның үстіне жақсы сападағы 120 грамм сары майды салып, сары майымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Міне осылайша еріді, және бұны толықтай суылғанша бөлек ала қоя тұрамыз, және басқа ыдысқа 3 жұмыртқаны жарып, және оның үстіне 200 граммдай қант салып, венчиктің көмегімізбен қанты ерігенше жақсылап шайқаймыз. Одан соң осы екі массаны бір-бірімен біріктіреміз. Алдын ала 500 граммдай ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз, және осылайша бөліктерге бөліп, аз-аздан сала отырып, жұп-жұмсақ және қолға жабысатындай қамыр илеп шығамыз. Қолға жабысуы тиіс, және бұдан артық ұнды салмаңыздар. Барлығы осы рецептте көрсетілген көлеммен жасасаңыздар, өте керемет болып шығады. Міне осылайша міне біздің қамырымыз дайын, көріп тұрғандарыңыздай қолға жабысады. Енді осыны бетін жауып, тоңазытқышқа 1 сағатқа қалдырамыз. 1 сағаттан соң көріп тұрғандарыңыздай қолға жабыспайды, бір-бірімен сіңген, жұмыс жасауға өте ыңғайлы қамырымыз дайын болды. Енді осы барлық қамырды таразыға салып өлшейміз. Міне көріп тұрғандарыңыздай менде 960 граммдай қамыр шықты. Енді осыны теңдей 10 бөлікке бөлеміз, яғни 96 граммнан 10 бөліктен шығуы тиіс. Әзірге бір бөлігін жұмыс жасай тұрғандықтан, қалған бөліктері кеппес үшін бетін жауып қоя тұрамыз. Бір бөлігін алып, ұн себелей отырып, пергамент қағазына жұп-жұқа етіп жаямыз, және диаметрі 22 см болып келетін кольцомызды өлшеп, осы қамырды кесіп дайындап аламыз. Қызып тұрған 200 градус пеште 5-7 минут аралығында пісіріп аламыз. Қалған бөліктерде де дәл осылай рет-ретімен пісіріп шығамыз. Осылайша барлық қамырымызды, яғни корждарымызды пісіріп алдық. 10 корж шығуы тиіс. Міне қалған артық бөліктердің барлығын осындай екінші ыдысқа салып, тек қана бізге осы кесілген бөліктері ғана қажет. Қалған бөліктерін ұсақтап блендермен сыртқы қабатына және беткі қабатына крошка жасаймыз. Енді кремін дайындауға кірісеміз. Ол үшін 400-500 граммдай 33% клейгейді алып, яғни мол міндетті түрде салқын болуы тиіс. Осыны миксердің көмегімен бір шайқап аламыз, яғни қоюланғанша. Одан соң оның үстіне сгущенкадан 540 грамм және 20% қаймақтан 300 граммдай салып, барлығын, яғни кішкене ғана қою болғанша жақсылап миксердің көмегімен араластырып аламыз.
міне дәл осындай сұйықтықта креміміз дайын болуы керек. Бұдан артық шайқаудың қажеті жоқ. Енді тортымызды жинаймыз. Ол үшін кішкене ғана астына жағып жібереміз кремді. Одан соң рет-ретімен крем корж және сыртына міндетті түрде кальцоны кигізіңіздер. Сол кезде торттарыңыз біркелкі теп-тегіс болып шығады. Дәл осы рет-ретімен тортымызды барлығын жинап шығамыз. Бетін пищевой пленкамен жауып, тоңазытқышқа бір түнге қалдырсаңыздар тіпті керемет болады, немесе кем дегенде 2 сағатқа толықтай сіңгенше қалдырыңыздар. Менде бір түн қалды. Міне көріп тұрғандарыңыздай крем мен коржы жақсы сынып, өте жұмсақ болып шығады. Енді кальцодан босатамыз. Алдымен пышақтың ұшымен осылайша бір өткізіп шығамыз. Одан соң кальцоны шешеміз. Енді қалған жаңа дайындап қойған крошкамызды сыртқы қабатына, яғни жан жағына және бетіне ғана толықтай үгітінді бетіне барлығын орналастырып шығамыз, және қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады, немесе дәл осылай дастарханға ұсынсаңыздар болады. Міне көріп тұрғандарыңызда пышақ оп-оңай кіреді, өте жұмсақ, сондай керемет, дәмді болып шығады. Барлықтарыңызға ұнайтынына сенімдімін. Сіздер де дайындап көріңіздер. Өте керемет, жұмсақ және пломбир дәмді, яғни балмұздақтың дәмі тектес болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Бұдан да өзге рецепттер менің каналымда бар. Қоңыраушаны басып, өз пікірлеріңізді жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.